Еліміздегі жемқорлықтың алдын алу үшін Тәуке ханның 7 жарғысын ұстануымыз керек. Бүгін Алматыдағы туризм және қонақжайлық индустрия колледжінің студенттері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы өткен дөңгелек үстел кезінде студенттер осындай бастама көтерді. Айтуларынша ата-бабамыздың орта ғасырларда ұстанып кеткен заңы қазіргі заман талабына сай келеді деп отыр. Толығырақ тілші материалында. Алматыдағы туризм және қонақжайлық индустрия колледжінің ұйымдастыруымен өткен дөңгелек үстел басына сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз деген студенттердің барлығы бірдей жиналыпты. Себебі еліміздегі оқу орындарының көпшілігінде білімді ақшаға сатып алатындардың қатары жылдан жылға көбейген. Ал сала мамандары жемқорлықтың алдын алу үшін түрлі сайттар ашып, үгіт-насихатты барынша жүргізудеміз дейді. Өзіміздің веб контакт барлығы бұқаралық ақпараттармен, қоғамдық кеңестермен, өзіміздің департаментте үлкен қоғамдық кеңес құрылды. Бізде тәртіптік кеңес бар. Сол тәртіптік кеңес, қоғамдық кеңестің жұмысына шақырып, олар шаралар қабылданып жатыр. Ол үлкен жұмыс жүріп жатыр. Ал колледж қабырғасында білім алатын студенттер қоғамда дертке айналған жемқорлықтың алдын алу үшін Тәуке ханның дала конституциясын ұстану керекпіз дейді. Жемқорлық Қазақстанда өте көп болған ол рас. Сол үшін сол жемқорлықты жеңу үшін біздің ата-бабаларымыз бізге қалдырған мұраны қолдануымыз керек. Мысалы, ол Тәуке хан 7 жарғысы, 3 бидің бізге қалдырған мұрасы, соны қазіргі соттар өздерінің принциптеріне қолданса, сол кезде біз жемқорлықты жеңеміз деп ойлаймын. Оқу керек. Оқса қазақтың жастары билікке отырады. Оқымасаң, мені қара жұмыста жүресің. Ал мына көкөніс сатумен айналысатын Нұрбол Асанов Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының түлегі. Айтуынша, жыл сайын сессия жабу үшін ұстаздарына сыйлық жасау керек екен. Біз өзімізде студентпіз, міне жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ жаңа пара деген жойылса жақсы болатын еді. Ақша берсең бәрі оңай жермен шешіледі. Ақша бермесең шешілу қиын, өте қиын. Таныссыз тірлік істей алмайсың қазір. Бәр нәрсе ақша. Ақшаға кеп тіреледі. Сол ақшаны жоқ қылсаңыздар, үлкен бір көмектеріңіз болатын еді жастар. Жасөспірім өсиетінек біздер. 2014 жылы 11 қарашада Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамда мүлдем төзбеушілік ұғымын қалыптастыру керекпіз деп айтқан болатын. Алайда қоғамдық пікір қазіргі кезде жоғарғы оқу орындар арасында пара беру мен пара алу дерті дендеп тұрғанын көрсетеді. Нұрсейіт Жылқышыбай, Жанат Әбдірахман, Қазақ Ньюс, Алматы.